сабақтың тақырыбын болжап көрейік. Ол үшін суреттерге назар аударыңыздар. Суретте қандай жыл мезгілі, қандай табиғи құбылыс бейнеленген, ауа райы қандай? Иә, дұрыс, ол боран, яғни сабақтың тақырыбымыз боран. Оқу мақсаты мәтіндік және графиктік кесте, диаграмма, сурет, шартты белгілер, ақпаратты интерпретациялау. Әуелі мәтін алды жұмысты орындайық. Ол үшін боран деген сөзді естігенде қандай ассоциация пайда болады? Сол сөздермен бөлісіңіздер. Иә, дұрыс. Қарлы боран, бұрқыраған боран, айнала аппақ, еш нәрсе көрінбейді, қатты жел, аяз қарып кетеді. Енді мәтінді мұқият оқиық. Оқылым мәтінімен жұмыс жасаймыз. Қоспанның бетін шымырлатып, аяз қарып кетті. Теріскейден ызғар лебі келе жатыр. Ышқына соққан зәрлі жер ауаны осып-осып жіберді де, ішін тартып тына қалды. Тыныш жатқан малдың ұйқысы бұзылып, өре тұрды. Қоспанның да көңілі мұздап қоя берді. Бұрқыраған қарлы боран қаптап келеді. Желдің тығыны қайтадан ағытылып кеткендей, қалыңдап жауған жапалақ қарды түтіп ала жөнелді. Қарлы боран. Алды өр сияқты, аумағы көрінбейді. Қойдың алды тоқырап қалып еді. Жел жағындағылары ұйлығып кеп, лықсытып итеріп әкетті. Қоспан жер шамасын болжамаққа атына мініп, ілгері жүрді. Еш нәрсені көре алмай, ой шұңқырды аттың тұяғымен ғана өлшейді. Алды арқан бойы сұрғылт тартып, ар жағы теңселген қара түнекке тіреледі. Ал енді бірінші тапсырманы орындаңыздар. Оқылым мәтінінде боранды бейнелеуде қолданылған сөздер мен тіркестерді пайдаланып, өздерің көрген боранды сипаттаңдар. Екінші тапсырма. Мәтінді мұқият оқыңыз. Боран қыстың қаталдығын көрсететін табиғи дүлей күштің бірі. Қарды бұрқыратып, ұйтқып соғатын күшті жел ретінде танылатын боранды қазақ халқы оның дүлей күшіне қарай, ашуына қарай, бағытына қарай, уақытына қарай, ұзақтығына қарай түрліше атайды. Тіліміздегі боранның түрлерін жинақтай келгенде, боранның түрлі мінезді болатынын аңғардық. Ал енді тапсырма. Сәйкестендіру әдісі арқылы боран түрлерін сәйкестендіріңіз. Мысалы, ақ боран көз ашқысыз желдете жауған қарлы боран. Ал енді балалар осы тапсырма бойынша дұрыс жауаптарын қараңыздар. Бүгінгі тілдік бағдару бойынша өтетін тақырыбымыз септік жалғаулар. Септік жалғаулары. Септік жалғаулары зат пен зат, зат пен қимыл арасындағы түрлі қатынастарды білдіріп, сөз бен сөзді байланыстыратын қосымшалар. Қазақ тілінде 7 септік жалғауы бар. Атау, ілік, барыс, табыс, жатыс, шығыс, көмектес септіктері.
Сөздің түбір тұлғада немесе басқа негіз тұлғаларда, мысалы есімшеде тұрып, септелуін жай септеу, ал сөздің тәуелденіп барып септелуін тәуелді септеу дейміз. Септік жалғаулары сөздің соңғы дыбысы мен буынына сәйкес үндестік заңы бойынша жалғанады. Балалар, осыған аса назар аударыңыздар. Септеуде сөздің соңғы дыбысының қатаң, ұяң, үнді, дауысты болуына байланысты сәйкесінше қатаң, ұяң, үнді дыбыстан басталатын қосымша жалғанады. Көмектес септік жалғауы буын үндестігіне бағынбай, үнемі жіңішке жалғанады. Төмендегі кестеге назар аударыңыздар. Септіктер және оның сұрақтары мен жай септеу, тәуелді септеуді оқыңыздар. Ал енді тапсырма. Мәтіндегі септік жалғаулы сөздерді тауып, үндестік заңы бойынша жалғануын түсіндіріңіздер. Қар жамылған далада аяз азнап тұр. Мұхит жағасында ұйтқыған боран бет қаратар емес. Соққан боранға қарсы қараса, көзіңнен жас парлап, мұрны үсіп қала жаздайды. Бораннан жарық та өшіп қалған. Суық сүреу боп, қатып қалған әппақ қар ғана болмаса, дүние түгел қараңғыға мүлгіген. Енді мәтіндегі септік жалғаулы сөздерді тауып, үндестік заңы бойынша жалғауларын түсіндіріңіздер. Осы тапсырманы біз тексерейік. Дұрыс жауабы парағы бойынша өзіңді тексер. Далада, жағасында, боранға, көзінен, бораннан, суыққа. Қызыл түсті бұл қосылған септік жалғаулары. Ал балалар, бүгінгі сабақта боран туралы көптеген мәлімет алдыңыздар. Енді өте жақсы түсіндім, мен үшін қызықты болды. Мен сабақты жақсы түсіндім. Тақырып бойынша әлде ізденуім керек деген ойларыңызды аяқтаңдар.